Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге қарлығаш. Қатпарлы қамырдан жасалатын өте ерекше сосиски в тесте дайындаймыз. Ең алдымен қатпарлы қамырды төрт бұрышты қылып, видеодағыдай жайып аламыз. Одан соң шұжықтарды, яғни сосискаларды қамырдың шетіне қарай қойып шығамыз. Осылай видеодағыдай орап аласыздар. Екі жағын бекітесіздер. Пышақпен 4-5 бөлікке кесіп, екі жағын біріктіресіздер. Болды. Одан соң бетіне жұмыртқаның сарысын мак, кунжут сепсеңіздер болады. Қызып тұрған духовкада 180 градус 20 минутта пісіріп аласыздар. Ал міне дайын болды. Қатпарлы қамырдан өте дәмді болады екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.